Армысыздар, эфирде аптаның айшықты деген оқиғалары мен маңызды деген мәселелеріне шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасы жүргізушісі мен Әсел Алдашева. Түркменстан Республикасынан 13 мамыр күні 256 адам атажұртқа қоныс аударды. Олар Түркмен башы болашақ Жаңаөзен бағыты арқылы пойызбен Жаңаөзен қаласына жеткізілді. Қазір қандастарымыздың визалық құжаттары дайын, 6 вагон болып атамекенге оралған отандастар барлық санитарлық талаптарды сақтап көшіп келді. Естеріңізге сала кетейік, осы елден жыл басында 150 адам көшіп келген болатын. Толығырақ Мөлдір Әбиева айтып береді. Шетел асып, өзге мемлекетті паналауға мәжбүр болған 256 қандасымыз елге оралды. Оларды қарсы алу жұмысын ұйымдастыруға Қазақстан Республикасының сыртқы істер, ақпарат және қоғамдық даму, денсаулық сақтау министрліктері, ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі, облыстық әкімдік пен жергілікті әкімдік, дүниежүзі қазақтары қауымдастығы, сондай-ақ Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы мен отандастар қоры атсалысты. Сағамазы келдік, қойып, кеп yok, құрың yok, кембезі разы, Жақса келдік, барлығы жақсы. Бәрі де разы болып келді. Біз де разымыз. Бұл Түркменстан жерінен ата жұртымызға ат басын бұрған көштің екінші толқыны 2020 жылы әлемде болған эпиджағдайға байланысты көшіп қонушылар ағыны кейінге қалдырылған болатын. Содан бері қандастарымыз ел аумағына кіргізілген жоқ. Елге ел қосылса құт дегендей ата қонысымен қауышқан туыстар қолдау білдірген жандарға алғысын білдірді. Қарсы алғанның кемі жоқ, үлкен рахмет, қуанғанда да шегіміз жоқ, осыған жете алмай, бүгін осы жетіп атқан күніміз болған, үлкен рахмет. Сыртқы істер министрлігінің хатына сәйкес мамыр айында 500-ден астам қандас келеді деп жоспарланса, соның алғашқы легі ақпан айының соңында, екінші керуен кеше келіп тұрақтады. Соның бірі Жайнагүл Аманбекова. Түркменстан Республикасында 20 жылдан астам уақыттан бері Мары облысында тұрып келген. Отбасымен қаламызға алғаш рет келіп тұр екен. Ол осыдан 2 жыл бұрын елге оралуды қалапты. Алайда бірнеше себеппен келе алмаған. Бұл жаңалықты бір апта бұрын естіп, киім-кешектерімізді жинадық дейді. 3 бала, 1 қызы жолдасымен келген ол Мұнайлы ауданына қарасты Батыр ауылына қоныстануды жоспарлап отыр. Мен дейін өз еліме қосылғым келді. Балдарым жетісті, еліме қосылғым келді. Жақсы келдік. Рахмет, бәріне де рахмет. Түркменстанға да, Қазақстанға да көп-көп рахмет. Отандастар қорынан Гүлмира Нұрбаеваның мәліметінше өткен жылы 12 мың, ал биыл 5600-ден астам қандас мәртебесін алды. Екіншілікте келген адамдардан Мұнайлы ауданынан 53 адам, Жамбыл облысына 14, Алматыға 8, Жаңаөзенге 68, Ақтауға 105 адам қоныстануды жоспарлап отыр. 2020 жылдың желтоқсан айында Жаңаөзен қаласында тұрғындар санының өсуіне байланысты Кендірлі ауылы құрылды. Мақсат әлеуметтік және жұмыссыздық мәселесін жойып, ауыл шаруашылық пен туризмді дамыту. Қазіргі таңда ауылда 12 мың халық тұрады. 2235 гектарды құрайтын ауылдың жер көлемі облыс әкімінің қаулысына сәйкес 113 мың гектарға ұлғаймақ. Тұрғындар Кендірлі демалыс орнына жиі барады. Осыған орай демалыс орындарын дамыту үшін белгілі аумақтарды Жаңаөзен қаласы әкімшілігінің қарамағына алу жөнінде мәселе қаралып ұсыныстар айтылған. Мұны шешу үшін арнайы жол картасы қабылданып, 2 кезең бойынша жүзеге аспақ. Бірінші кезеңде Қарағия ауданына қарасты жалпы көлемі 818 мың гектар құрайтын аумақта Кендірлі жағалауынан ауыл құру, ал екінші кезең бойынша жалпы көлемі 113 мың гектарды құрайтын ауданға қарасты жерлерді қамту көзделген. Қарағия ауданына қарасты Кендірлі мен қаланы байланыстыратын автотас жолының күзет аймақтарын, болашақ ауылдық округі мен темір жол бекеттеріндегі разрезерді Жаңаөзен қаласына беру жөнінде шешім қабылданған. Бұл жердегі бірінші этап пен екінші этаптың айырмашылығы, бірінші этапта жаңағы 113 мың гектар жер, ол біздің әкімшілік бағынысқа, яғни Жаңаөзеннің қаласының жер көлемі 51.549 гектар жер болатын болса, оған 113 мың гектарды қосу арқылы 165 мыңға жақын гектар жерді біздің қаланың территориясы, оның ішінде Кендірлі ауылында шекарасы ұлғаятыны белгілі. Ал екінші этап жаңағы айтып отқан 705 мың гектар, яғни барлығын қоса алғанда 818 мың гектар жер учаскесі бізге ұзақ мерзімді жалға пайдалануға кешегі облыс әкімдігінің 5 мамырда қабылдаған қаулысы негізінде бізге тек қана арендаға ұзақ мерзімге пайдалануға берілді.
Облыс әкімінің қаулысында Қарағи ауданы теңіз жағалауындағы және аталған аумақтардағы жерлерде Жаңаөзен қаласына ұзақ мерзімге жалға беру қарастырылған. Қаулы негізінде алдағы уақытта аталған аумақтарда жаңадан салынатын қала типтес ауылдың бас жоспары дайындалмақ. Қазіргі кезде бұл жұмыстармен қалалық сәулет бөлімі айналысып жатыр. Мамандардың айтуынша, конкурс нәтижесі анықталса, жеңімпаз мердігер мекеме құрылыс жұмыстарын бастап кетпек. Келесі жылдары бас жоспары қолданысқа енгізілгеннен кейін инфраинженерлік жүйелердің жобалық сметалық құжаттары қаралады. Бас жоспарға сәйкес қай жерде қандай газ құбыры өту керек, электр желісі өту керек, су құбыры қайдан өту керек, жаңағы кәріз жүйелері қайдан жүру керек деген сияқты. Сондай барлық инфраинженерлік құрылымдардың қалай жүргізілетін жерлердің орындары нақты анықталғаннан кейін сол проектінің сметалық документациялар негізінде бюджеттен қаражат бөліне қарай сол жүйелер жүзеге асырылады. Ал сол аумақта бас жоспармен дайын болып жаңағы жүйелер қамтылғаннан кейін біздер әрине кезекте тұрған адамдарға жер учаскесін, жеке тұрғын үйге жер учаскесін беріп бастаймыз. Кәсіпкерлік мақсаттағы жерлерді аукцион конкурстарға, яғни сауда-саттыққа шығарып бастаймыз. Және теңіздің жағалауындағы курорттық демалыс орнын қалыптастыру және дамыту мақсатында тиісті инвесторларды шақырдық. Оларға жағдай жасау арқылы біздің сол жердегі тиісті ғимараттарды, демалыс орындарын ашуға мүмкіндік болады. Қазір халықтың тарапынан өте сұрақтар көп туындайды. Жер қашан беріледі деген сияқты, ол жерден қашан демалыс орнын салуға мүмкіндік бар ма деген сияқты кәсіпкерлер тарапынан ұсыныс бар. Барлық осы сұрақ қоятын тұрғындарға, көкейінде сұрағы бар адамдарға осылай жауап бергіміз келеді. Кендірлі ауылының әкімі штат мәселесін қарастырып жатырмыз дейді. Алдағы уақытта ауыл әкімдігінің қызметкерлері бекітілгеннен кейін жер учаскесіне өтініштерді қабылдау басталады. Бұл жұмыстар ағымдағы жылдың екінші жартысынан бастап жүзеге асырылады деп жоспарланған. Жер телімі алдымен қаламызда 2006 мен 2011 жылдар аралығында кезекке тіркелген 21 мыңға жуық азаматқа беру ұсынылады дейді ауыл әкімі. Рахат ауылы Ақсу шағын ауданындағы 9 және 12 көше бұған дейін басты жол болып келген еді. Енді алдағы аптаның дүйсенбісінен бастап өзгерістер енгізілмек. Өйткені аталған жерде жол апаты жиі орын алады екен. Рахат ауылы Ақсу шағын ауданындағы 9 көшеге дейінгі жолдар 2 дәрежелі жол болып белгіленген. Ал 9-12 көшелер осы уақытқа дейін көлік жүргізушілеріне басты жол болды. Бұдан былай мамыр айының 17-сінен бастап негізгі жол 1 және 5 аралық деп бекітілмек. Бұл өзгеріске көлік жүргізушілер не дейді? Бізге мына жол главный болған біз қой, ана бұрынғы жолмен. Миллион қалған жол, мына жолмен қайтадан бітіп болуы мүмкін ғой. Үйрену қиын болады ғой. Үйрену қиын болады. Бұрынғысында қалған дұрыс па? Бұрынғысында қалған дұрыс, бірақ мына жерші болған дұрыс. Главный 9 болған жақсы ғой былай. Бұрынғысынша қалған дұрыс қой. Бұрынғысынша қалған, акуваданка водительдегі түсінбей қалады еді, тағы да ДТП болады деді. Светофор қойса егер. Светофор қойса дұрыс болады. Егер мына ертең түсінбей қалады да бәрі оннан. Главный өтіп кете береді, тағы ДТП болады. Статистикаға сүйенсек, жыл басынан бері 4 айдың ішінде қалада 7 ірі жол апаты тіркелген. Ал Рахат ауылындағы аталған көшелер қиылысында 10 кіші жол оқиғасы орын алыпты. Сондықтан жол апатының алдын алу мақсатында осындай шараларды қолға алып отырмыз дейді жауаптылар. 1 аралықта автокөліктердің көп жүруіне байланысты және жол көлік оқиғаларының алдын алуына байланысты 1 аралықты басынан бастап аяғына дейін басты жол қылатынымыз жол белгісі сол басты жол болып ауысады. Қазіргі таңда 9 және 12 көше бойында уақытша жасанды жол кедергілері орнатылған. Көлік жүргізушілері үйреніскеннен кейін алынып тасталады. Сонымен қатар жол белгілері де уақытша тұр. Уақыт өте олардың да орны ауыстырылады. Ал бағдаршамдар 2 айдың көлемінде қойылатын болады дейді жауаптылар. Жаңаөзеннің орта білім беретін қос мектебінде Маңғаз Маңғыстаудың айтулы ақындары Сабырадай мен Светқали Нұржанның шығармашылығына арналған оқу кабинеттері ашылды. Шараға облыстық мәслихат хатшысы, жергілікті әкімдік өкілдері мен әдебиет сүйер қауым атсалысты. Салтанатты жиында кабинеттердің лентасы қиылып, ақындардың өлеңдері оқылды.
Елбасының іргелі бастамалары халқымыздың тарихи санасын жаңғыртуға зор үлес қосты. Осындай бастамалардың бірі рухани жаңғыру бағдарламасы. Соның аясында білім инновация лицейінде талантты ақын, дарын мемлекеттік сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің кавалері Светқали Нұржанның шығармашылығына арналған оқу кабинетінің тұсауы кесілді. Шарада оқушылар айтулы ақынның поэзия шумақтарынан үзінділер оқып, ел ағалары соңғы үлгіде жабдықталған кабинетке өз бағаларын берді. Әдебиет сүйер Жаңаөзен халқының ыстық ықыласына бөленген сөз шебері ризашылығын білдіріп, алғысын жаудырды. Ұрпағымыздың кәдесіне жарайтын бірдеңе жасасақ, сол енді біздің негізгі бітірген шаруамыз болар еді. Егер сіздер сөйтіп ұйғарып атсаңыздар, енді халық Құдайдың бір аты, сіздерді халық деп есептейміз, сіздер деп ұйғарып атырсаңыздар, онда Құдайға шүкір, өмірді босқа сүрмегеніміз ғой деп үміт етеміз. Ал енді біздер жетпегенге осы ұрпақ жетсін, біздер көрмегенді осылар көрсін, біздер шықпаған биікті осылар бағындырсын, біздер самғамаған аспанда осылар шарықтасын деген біледі. Әр қазақ менің жалғызым деген бір өлең жолы Алаштың ұранына айналған. Бүкіл одақтық 2-ші халық шаруашылығы фестивалінің лауреаты, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сабыр Адайдың өлеңдері жас ұрпақ үшін нағыз рухани азық болары сөзсіз. Ұлттық рухты жаңғыртуда талмай еңбек етіп келе жатқан ақынның шығармашылығы жастардың жадында мәңгі сақталуы мақсатында мектеп гимназиясында оқу кабинеті қолданысқа берілді. Том-том кітаптары қойылып, жыр жауһарын паш еткен шәкірттерге естелікке берілді. Ақын өз кезегінде жүрек түбіне шыққан сезімімен бөлісті. Бұл тек қана авторлардың болмаса біз бір жеке адамдардың айналасындағы мәселе емес. Әдебиет ол ұлттың болмысы, ұлттың келбеті, ұлттың сыры мен сымбаты, ұлттың сыны, ұлттың өзі. Оның өмірі мен болашағы, өткені мен бүгіні. Сондықтан мынау осы мәселені естігенде біз әрине қаламгер ретінде елге, халыққа деген тілектес қарапайым азаматтар ретінде қуанышпен қабылдадық. Қос ақынның құрметіне қала орталығындағы мұнайшы мәдениет үйінің жанына Маңғыстау Маңғаз мекенім атты стелла ашылды. Онда талант иелерінің көпке танымал өлең шумақтары жазылған. Жиынға үлес қосқан басшылар сөз алып, жасампаз елдің жастарына үлгі-өнеге көрсетіп келе жатқан ақындардың еселі еңбегін насихаттады. Осы шаралардың басқасында жүрген ел азаматтарына, үлкен облыс әкімі Серікбай Тұрымовтың атынан үлкен сәлемдемемді айта тұрып, осы екі ағамызға қазіргі уақытта мына ашылып жатқан стелланың өзінің жанында осы екі ағамыздың екі сөзі жазылған. Осы домбыраның қос шегінде екі ағамызға тек дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілеймін. Бүгінгі күннің талабы ұлттық болмысымыздан, төл мәдениетімізбен, салт-дәстүрімізден ажырап қалмау. Осы орайда халықтың жоғын жоқтап, жақсылығын асыратын, түп тамырымызбен байланысты нығайтатын ақындарымыздың маңдай тері зор. Биылғы оқу жылы бір айға ұзартылды. Енді оқушылар үшін жазғы мектеп жұмыс жасайтын болады. Мамыр айының 26-сы мен маусым айының 19 аралығында жазғы мектеп қызметі іске қосылмақ. 1 мен 10 сынып аралығындағы оқушылар ата-аналарының өтініші бойынша мектепке ерікті түрде келіп қосымша білім алады. Мектеп формасы талап етілмейді, үй тапсырмасы да жүктелмейтін болады. Биылғы оқу жылы бұрынғыдан өзгерек. Өйткені елдегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты оқушылар 4-ші тоқсанға дейін онлайн форматта оқыды. Сондықтан білім және ғылым министрлігінің бұйрығына сәйкес балалардың тереңірек әрі сапалы білім алу үшін жазғы демалыс мезгілінде қосымша оқу ұйымдастырылып отыр. Әр сыныпта 15 балаға дейін қабылданады. Оқу барысында негізгі деген пәндерге басымдық берілмек. Карантин кезінде үлгермеушілігі төмен сапа көрсетіп отырған оқушыларымызды біз осы жазда сабағын үлгермей қалған тұстарын сапаны арттыру мақсатында балаларды мектепке қамтимыз. Негізгі пәндерден аралас 70%, бала қай сабақтан үлгермей тұр, сол сабақтарға ата-ананың өтінішімен, яғни мектеп басшысының өздерінің жоспарымен жаңағы үлгермей тұрған сабақтарды ғана өтетін болады.
Онлайн оқу үрдісі білім сапасының төмендеуіне айтарлықтай әсер етпепті. Мәселен, былтырғы оқу жылының 3-ші тоқсанын жаңаөзендіктер 65,2%-бен қорытындыласа, биыл да сол көрсеткіш екен. Ұлттық бірыңғай тестілеу де дәл солай. Бірінші мүмкіндікте балалар жоғарғы нәтижеге қол жеткізген. Мектеп бітірушілер маусым айының 30-на дейін тіркеліп үлгеруі керек. Биыл 1379 түлек мектеп бітіретін болса, 1333-і тестілеуден өтеді. Қайтадан қалыпқа түсе алмай сондай болып қалды. Енді қазір жақсы балалар прямой трансляция дейміз, ол яғни интернет арқылы балалар қазір тапсырып отыр. Өте жоғарғы сапа көрсетіп отыр балаларымыз, өте қуаныштымыз. Біз алдында интернетпен емес қағаз, яғни кітапшамен тапсырғанда 52% былтыр құраған болатынбыз. Енді кешегі пробныйдың өзінде бізде жоғарғы сапа көрсетіп тұр балаларымыз. 66% көрсетті, яғни онлайн режимде, яғни балалар сезінді, жауапкершілікті сезінді. Қала бойынша білім бөліміне қарасты 24 мектепте 33.689 бала білім алады. Жазғы мектеп барлық білім ордасында жұмыс жасайтын болады. Оқушыларды тіркеу мамыр айының 26-сына дейін жүзеге асады. Айта кету керек, білімге құштар балалар көп болғандықтан жазғы мектепке өтініш берушілер саны да аз емес екен. Қасиетті Рамазан айы аяқталып, жамағат ораза айт мерекесін тойлады. Діни мейрамға байланысты Рахат ауылындағы Оразмағамбет Ахун Тұрмағамбетұлы мешітінің өкілдері осы ауылға қарасты қоғамдық көліктермен тұрғындарды тегін тасымалдады. Егіске ел үміті қоғамдық қоры мұрындық болып, жамағаттан жиналған қаржыға бірнеше көліктің бір күндік кірісін өтеп берді. Рамазан айында апта сайын қайырымдылық шарасын жүзеге асырып келген мешіт қызметкерлері ораза айт мейрамында да тұрғындарға ерекше тарту жасады. Олар Рахат елді мекенінің жұртшылығын тасымалдайтын қоғамдық көліктердің осы күнгі табысын төлеп жолаушыларға ақысыз жүруді ұйымдастырды. Шараға нөмірі 5-ші, 11 және 12-ші маршруттар жұмылдырылды. Әрқайсысынан 2-ден барлығы 6 қоғамдық көлік тегін қызмет көрсетті. Оразмағамбет Ахун мешітінде жамағат болып жиналып, мына маршрутты тегін жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде мақсатымыз жалпы қарапайым халыққа бір көмегіміз тисін, қайырымдылық мақсатында жасалып жатқан нәрсе. Қасиетті Рамазан айының ораза айты баршамызға мүбәрәк болсын. Еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Аллах Тағала барша отбасыға мол береке бергей иншалла. Ораза айт мерекесіндегі мұндай сыйға халық риза болысты. Олар кішігірім көмек болса да көңіл күйлерін көтергендерін жеткізді. Бастысы таза ниетпен діни мейрамның ұлықталып жатқанына қуанды. Ал қабыл болсын, айтымызда еліміз тыныш болсын, аман болайық, мына бәле бәрі кетсін, шүкір, сыйлап жатыр сізге мың рахмет. Газеліміздік жүре берсін енді. Дін өкілдері мен ел үміті қоғамдық қоры бірлесе отырып, соңғы бір айда 220 отбасын азық-түлікпен қамтамасыз етіп, 400 жанұяға киім-кешек таратты. Бұл шаралар қала халқының садақа есебінде берген қаржысына жүзеге асты. Жаңаөзен гарнизонында далалық өрт сөндіру бойынша бірлескен оқу жаттығу өтті. Шараға нөмірі 3-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі, теңге Қызылсай ауылындағы және мемлекеттік емес өрт сөндіру бөлімінің жеке құрамы, үстірт мемлекеттік қорығының өкілдері қатысты. Бірінші маусымда өрт қауіпті кезеңі басталады. Сондықтан аталған шара Маңғыстау облысы төтенше жағдай департаментінің жоспарына сәйкес жыл сайын өткізіледі. Оқу жаттығуда төтеншеліктер дала өрті бола қалған жағдайда бірлесіп әрекет ету, дайындықты пысықтау, машықтандыру жұмыстарын жүргізді. Егер өрт оқиғасы орын алған жағдайда тартылатын техникаларда, жұмылдыратын жұмысшылар да сақадай сай дейді бөлім басшысы. Машықтандыру жаттығулар ойдағыдай өтті. Ешқандай нелерде анықталған кемшіліктер жоқ. Сонымен қатар жеке құрамның дайындығы тексерілді, жаңағыдай күш құралдары тексерілді, 3 өрт сөндіру бөлімі бар, және басқа да үлкен кәсіптік объектілерде, өндірістік объектілерде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтері бар. Олардың бәрі күш құралдары тартылу жоспарына сәйкес тартылады. Соның бәрі дайын бізде. Соңғы 5 жылда Жаңаөзен мен оған іргелес елді мекендерде дала өрті орын алмаған. Мұны мамандар климаттың қуаңшылығымен байланыстырып отыр. Десе де жыл басынан бері 40-қа жуық қоқыс қалдықтарын өртеу дерегі тіркеліпті. Өйткені тазалыққа жауапты мекеме қоқысты апталап алмайды. Сол себепті тұрғындар осы әдісті қолдануға көшкен. Алайда мамандар бұл жағдайдың аса қауіпті екендігін ескертеді. Қоқыс қалдықтарын алынбау себебінен жаңа тұрғындар өз беттерімен
өртеу оқиғасы орын алады. Сол себепті сол жерде орналасқан газ құбырлары және де электр желілеріне зақым келуі мүмкін, немесе жақын орналасқан үй нысандарға зақым келуі мүмкін. Сондықтан қала тұрғындарына осы қоқыс қалдықтарының өз беттерімен жақпауын сұраймын. Естеріңізде болса, 10 мамыр күні Риддерде алапат орман өрті орын алып, үйлердің қызыл жалынға оранғаны белгілі. Сондықтан тілсіз жаудың алдын алуда осындай дайындық жұмыстарының маңызы өте зор дейді өрт сөндірушілер. Айта кету керек, Жаңаөзен қаласы мен оған қарасты Қызылсай, Теңге ауылдарында 3 мемлекеттік өрт сөндіру бөлімі бар. Онда 200-ден астам төтеншеліктер қызмет етеді. Хабарымызды спорт жаңалығымен түйіндесек, Рахмет Өтесінов атындағы спорт кешенінде бокстан кіші жасөспірімдер арасында жарыс өтті. Республикалық ашық турнирге елдің басқа да облыстарынан боксер жастар қатысты. Бұл жарыс дәстүрлі түрде жылда өткізіледі. Басты мақсат жастарды спортқа тәрбиелеп, бейбіт күн үшін жанын беріп, қанын төккен ата-бабаларымыздың ерлігін ұмытпау. Ашық турнирге Жаңаөзен, Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Орал, Мұнайлы ауданы мен Қарағия, сондай-ақ Түпқараған, Бейнеуден 13 жастағы спортшылар қатысты. 2008-2009 жылғы кіші жасөспірімдер арасында өткізілген спорттық жарыс 3 раундтан тұрды. Қазіргі таңда бокс әлем деңгейде дәрежесі өте мықты. Қазақ Бұлғар қолғап шеберлері, боксшылары өте мықты. Қазіргі таңда сұраныс профессионалдық боксерларға да сұраныс өте көп. Қазақстанның боксы өте мықты деп айтуға болады. Бір-бірімен өте мықты бәсекелестік көрсетуде. 30-дан бастап 52 келі салмаққа дейін бой көрсеткендердің арасында Естай Оңайбай да бар. Ол бұл жарыс үшін Қарағия ауданынан келген. Алғашқылардың бірі болып Батыс Қазақстан облысының қатысушысымен жұдырықтасады. Көп уақыт дайындалғанның нәтижесінде қарсыласымен болған раундта жеңіс тұғырынан көрінді. Былғары қолғап шеберлерін үлгі тұтатын ол бұл спорт түріне уақытының көп бөлігін жұмсайтын көрінеді. Қобалжыдым, оңай емес, қиын болды, шаршадым. Қобалжыдым, қорықтым, бірақ сонда да жеңдім. Мен 2 апта жаттықтым, сол жаттығулардың арқасында мен осындай жетістікке жетіп отырмын. Және де өзімнің жаттықтыру үшін Қалниязов ағайға үлкен алғыс білдіремін. Спорттық шараның алғашқы күнінде 60 жұп 120-дан астам спортшы қатысты. Айта кетейік, аталған байқау 4 күнге созылады. Олимпиаданың 2 дүркін күміс жүлдегері Әділбек Ниязымбетов, бокстан әлем чемпионы Елдос Жаңабергенов, Азияның күміс жүлдегері Ерік Әлжанов секілді білікті мамандар аталған былғары қолғап турнирінде әділқазылар қатарынан бой көрсетті. Біз аптаны осылай қорытындылаймыз. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.